Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бізге Toyota Estima машинасы келіп жатыр. Қозғалтқышы 2D4. Осы мотор жөнінде толық мәлімет беріп кетем. Алдағы уақытта Ванустан дауыс бар дейді. Сосын клапандарында дауыс бар. Клапандардың регулировкасын қарап жібереміз. Алдыңғы кірішкіден май ағып тұр дейді, онысын қараймыз. Сосын жаңағы мынау балансировочный вал, ода да дауыс бар, оны да көріп жүреміз. Осы жайында толық мәлімет беруге тырысам. Бағалары қанша тұрады, не істеуге болады, бәрін қалай тексеру керек, сол жөнінде видео шығаратын болам. Бізбен бірге болыңыздар, видеоны аяғына дейін көріңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып жіберіңіздер. Тағы бір ақпарат айтып жіберейін. Мына жігіт жайлы, осы машинаның егесі жайлы. Бұны да YouTube каналға шығарам. Құдай қаласа видеолардың қызықты мәліметтері бар. 2D4 мотор жөніне. Жігіт машинаның егесінің өзіне жайлы бір тоқталып өтейін. Кезінде менде YouTube каналда тәжіктерге моторын жинап беретін жаңағы видеом бар ғой. Соны осы жігіт, осы машинаның егесі сүйреп алып келген Шымкент жаңағы Шиеліден. Ешқандай ақша алмаған оған сүйреп келгеніне тәжіктер. Сол видеода бар, көрсеңіздер болады видеосын YouTube каналдан. Сондай мәрт жігіт. Не байқадыңыздар, мына жерлерден бүйтіп қарағанда мотор ашып істеп басынан өткен кісілер байқайды. Мысалға мен мына клапанын, 4-ші цилиндрдің ауа соратын клапанының қысылып қалып тұрғанын байқап тұрмын. Қазір клапан төмен қарай басып тұр. Мына 3-ші цилиндрдің клапаны нормально, жақсы. Мына 2-ші цилиндрдікі де жақсы, 1-ші цилиндрдікі де что-то ұнамай тұр маған. Мына жақтан ауа шығаратын, түтінді шығаратын клапан жақтан 1-ші цилиндрдікі нормально, жақсы. 3-ші цилиндрдікі ұнамай тұр маған. Көріңіздер. Қазір не үшін қалай ұнамай тұрғанын түсіндіріп айтам. Ұнамай тұрған себебі, мына жерде 4-ші цилиндрдің 1-ші клапаны қараңыздар. Мынада майдың арасында, клапан арасында зазор жоқ мынада. Өткені уже жылтырап кеткен. Көрдіңіздер ме? Ал мынада жылтырамаған. Клапанды басады ғой. Бұларда стаканчик қой, стаканчикті басады. Ашу барысында көріп атырмыз осыларды. Реті кеп атса, клапанына регулировкасын қойып жібереміз бірден. Алдағы уақытта тағы да осындай жұмыстар нелер болып атса, түсіндіріп айтып отырамын. Жиырма. Ба? Шла тут ма. Шла? Да без ничего.
Молодец. Давай. Хлоп. Кидің қыз. Bluetooth. Я жазылған тұстыр. Мен ода симай тұрған. Қанша? Қаз көрем. 25 салқыртық. 25. 25 екеуде. 25. 25. Aynen aldık. Жирмесет. Отыз жирмес. Точно. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Нөл жиырма бес. 7 қазір. Нені көрейік. Нөл қыз қуып тұр. Нөл қырық кетіп тұр. Қазір 7 көрейік. Нөл қырық. Мына нешеден? Нөл жиырма бестен ба? Көріп жүріп жатыр. 25 кет. Нөл қырық. Нөл жиырма бес. Нөл жиырма бестен ба? Бес. Нөл қырық. Нөл жиырма бес. 8 бен 78 алып нөл жик. Жиырма бес. 37. Екеуден Нөл жиырма бес. 25. 25. 7, 8. Жаңағы жаза бар тек біреу ғана. Ол да жаза. Мына жерде бәрін шөппен өлшеп шықтық. Мына жерге жазып алдық. Қазір осы бойынша регулировкаларын қоямыз. Распредті көтерген кезде клапан стаканчиктерін өлшеп микрометрмен өлшеп ауыстырамыз. Ипсумның крышкасын шештік, алдыңғы крышкасын. Сендерге бір қызықты көрсетіп жіберейін. Аяқ тұрған жерін. Мына бір жер толық жатпаған. Көрдіңіздер ма? Осы бір жерде маяққан сыртына қарай. Мына жерлерді дұрыстап жабу керек. Мына жерді абайлау керек. Мына жерде нені бар. Нәтижедел. Сол осы жерден аққан енді жауып тазартып қайтадан жабамыз. Ипсумға мынандай вал әкелген, грузовой вал. Мынандай болып тұр. Үйіндегі ескі мотордың вал екен. Осындай жағдайда болып тұр. Енді өзінікін көреміз. Өзінікінде де дауыс бар сияқты. Өзінікі де ашып ішіне протекторден салып жинастырып көреміз осыны. Міне мынаны шешіп алдық. Көрдіңіздер ма? Міне мынандай. Қазір өзінен шыққанда мынау базардан сатып алған сияқты. Мынау базарский. Мынау оригинал. Қазір осыны көреміз енді. Мынаны бірінші бұзып көреміз. Ішін не отқаны. Ішінде дымы қалмаған шығар өзі ана несі. Резиналары. Міне мынаны валдан сосын мына жерден меткілеп алдық. Меткілеп қойдық. Қазір преспен басып ішін ашамыз. Престі міне мына жерден қою керек. Мына екі шеттен. Екіге бөліп алдық. Мұның ішінде мынандай дүниялар бар екен, резинасы.
Қысым кеткен. Қазір базарда бізде бар екен. Осындай рем комплектісі. Қазір алып келем, бірақ маған ұнамай тұрғаны міне мынаның валы қатты желініп қалыпты. Енді мына валды салып жіберем. Алынды ма? Міне осы валды салам. Енді ремен босатып Қазір осы валдың үшін осыны босатам, не қылам, екіге бөлем, арасын преспен сығып, сосын осы валға жинайым. Міне ол бізде міне жақта тұр. Комплектісі. Мені заводскойды. Екіге бөлдік, міне дайын тұр. Қазір базарға барып алып келеміз. Рем комплектісін мынаның ішіндегісін. Алып алдым базардан. Made in Japan деп тұр, бірақ Китай ғой негізі. Қаншалықты ұзаққа баратынын көреміз енді табысында. Міне жинастырып, ауыстырып қойдық. Қазір ешқандай звук жоқ. Міне ішінен шыққаны, міне өзінен шыққаны. Қазір ешқандай дауыс жоқ. Преспен басып, сығып дайындап қойдық. Енді орнына салып жинастырамыз. Мынаның ванусын ауыстыру керек болатын. Мынаны көрдіңіздер ма? Шекіні. Бір шек. Мынаған май жетіспей осындай жағдай болған. Мына ванусқа осы ненің ішімен барады май. Осыған осындай жағдай болыпты. Распредтің ішімен барады. Май жетіспей тұрған сияқты. Қазір біріншісін шешіп көреміз. О жақта да осындай болып тұрған шығар. Міне мына головканы. Осы головканың мына несін ауысты салу керек осыған. Распред ванусымен бірге салып жүреміз қазір, егер мынаның несі нормальный болса, жақсы болса. Распреді жақсы болса. Міне мынау өзінде моторда тұрған распред. Жерге май жетіспей көрдіңіздер ме? Мынандай жағдай болған. Жалпы выработка бар көп. Ал мынау тап-таза екен. Ешқандай не жоқ. Қазір осы распредті осы ванусымен қосып саламыз. Осыған клапанына регулировканы келтіреміз сосын. Клапандарын. Өзінен шыққан стаканчик. Оны кеше алдында жинаған кезде өздері ішінде көрдіңіз. Егеп, былайынан егеп, неғып жүрген, зазорын қойған егеп. Енді бізге мынаның размерін табу қиын болып тұр. Негізі өзінің размері мына жерде 38 болып тұр. Мына басқа стаканчик, мысалы мына стаканчиктері 51 деп көрініп тұр. Заводской көріне ма? 51 деп тұр. Енді бұны таза несін табу үшін, жаңағы размерін табу үшін бізде мынандай микрометр бар. Осы микрометрмен өлшеп аламыз. Өстіп өлшеп аламыз. Қанша болып тұрғаны. Сонан 10-ды көрсетіп тұрмын, көрдің ме? Енді осыған микрометрмен өлшеп қанша керек бізге? Бізде бағана жазуы бойынша 40 болып тұр. Соған 15 қосылымыз керек. Осыған где-то мынандай 25 болу керек. Қалыңдату керек. Қалыңдату керек осындай 25. Сол кезде мынаның размері шығады. Енді егер тағы да ондай не болмай жатса, мынандай микрометр болмай жатқан жағдайда, мынандай егер ойып тастап жатқан жағдайда, мынандай алып тастап жатқан жағдайда, мынандай жазуы бар да, ешқандай түртілмеген. Осыны салып, сөйтіп мына шөппен өлшеп көру керек арасын қанша болып тұрғанын. Мысалы 10 болып қалуы мүмкін, 5 болып қалуы мүмкін, болмаса үлкейіп кетуі мүмкін. Сол кезде осы жазуға қарап не қылуға болады.
ориентир алуға болады. Қандай стаканчиктер. Біз мына стаканчиктерді ана ескі головка міне ана жақта ескі головка. Осының ішіндегі размерлерін алып жатырмыз. Болды, қазір осымен қоямыз енді. Арасындағы зазорды. Ендігі жұмыс мыналарды мына жерінде көрсеңіздер, қазір ана көрсетіп жүрген астыңғы жағынан да көруге болады. Фильтр болады. Ванусқа баратын фильтр. Соны шестигранник салып қойдым. Міне. Қазір осыны шешіп ішіндегі фильтрін көреміз. Май бармай қап тұрма фильтрге. Неге жоғары қарай май шықпай қап тұрма. Распредке қарай, ванусқа қарай. Қазір соны көреміз. Міне мына фильтрді әрең алдық. Мына жерлер сынып қалған. Ауыстырып жүру керек. Герметик неше түрлі нәрселер тұрып қалған. Осыдан жоғары қарай мынау распредке осыдан май шықпай қалып тұрғаны, жоғары жаққа қарай осыдан болады. Витяға датчикке май жетпей қалып тұрғаны. Зажиганиясын қойып қойдық. Қазір енді міне мынаумен қойып қойдық. Зажиганиясын жоғарыға келтіріп, мына жерде меткісі болады бардың. Мына жердегі меткісі міне мынаған міне қызыл стрелкаға сәйкес келеді. Одан кейінгісі міне мына жерге мынаған сәйкес келеді. Міне алдында мында нүктесі болады. Мына сызық. Осы жерге мына нені келтіреміз. Сөз ішкінің сарысын міне. Астындағысы да сондай. Міне астында қызылмен белгіленген. Оны белгілеп қойдық. Оны көрсеңіздер қызылмен. Енді нәтижетілден бұрын қазір нәтижетілді керіп, орнына 12 волтын 12-сінен нәтижетілді керіп 12 волтын қатайтып қоямыз. Жаңағы біздің фильтріміз келді. Осы новый фильтрді салып жібереміз. Сонда қымбат тұрмайды екен. 3000 теңге тұрады біз жақта. Made in Japan дейді. Осыны салып жібереміз. Мынаны теріс салып қоюға болмайды. Өйтіп ашамыз қазір. Мынау ескісі. Көрдіңіздер ме? Немен жуып көріп, кішкене немен карппен жудық. Міне мынаны былайынан салынады негізі. Көрдіңіздер ме? Мына бүйтіп босатылған кезде былайынан осымен бірге еріп шығу керек. Жаңа біздікі қалып қойған осы. Оның үстінен осы басы сынып қалған. Міне осылайынан саламыз, осылайынан қатырамыз. Болды. Алдыңғы крышка жуып тазартып қойдық. Герметигін қырып, енді осыған герметик жабамыз. Жинастыру қалды енді. Алған бәрін жуып тазартып болдық, жинастырып, жинаймыз енді.
картерді тазалап қойдық. Міне тап-таза болып тұр. Қазір герметик жағамыз. Сосын жабамыз. Алдыңғы крышканы жауып қойдық. Оны тап-таза қылып жинап. Одан кейін помпа бар. Сосын әр жағында гур, кішкене қиындау. Соны салу қиын. Сосын нәтижедел. Соны салу қиын. Қалғандары оңай енді. Кете береді сөйтіп. Солайынан жинала береді. Бәрін жинастырып қойдық. Крышканы бәрін жаптық. Генератор бәрін жалғадық. Майын құйдық. Майын мынандай май құйдық. Рикки Моли 530 қызыл антифриз. Суын құйдық. Енді оталдырамыз қазір. Қане, тәке, оталдырып жүріңіз. Алдында сақылдап тұратын. Қазір ешқандай дауыс жоқ. Машина жұмыс жасап тұр. Кішкене қызсын. Осы істелген жұмыстары лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назар салғандарыңызға рахмет.